Құран кәрім хикаялары. Екінші хикая. Адам атаның балалары Әбіл мен Қабыл. Адам ата мен Хауа ана жер бетіне түскеннен кейін осы жерде өмір сүріп, ондағы ризықтармен қоректенетін және жер бетін мекендейтін балалары мен ұрпағының көп болуын армандады. Хауа ана Алла тағаланың қалауымен жүкті болды. Ең алдымен тұңғыштары Қабыл есімді ұл бала мен оның сыңары бір қыз бала дүниеге келді. Одан соң екінші ұлы Әбіл мен оған сыңар тағы бір қыз бала туылды. Адам мен Хауа ана Раббыларының өздеріне нығмет ретінде берген балаларына қатты қуанды. Екеуі кішкентай нәрестелерін аса сүйіспеншілікпен жақсы көріп, оларға мейірімді ата-ана бола білді. Балалар бір жанұяда ата-анасының тәрбиесімен бірін-бірі жақсы көретін, өзара өте бауырмал жандар болып өсті. Олар есейіп ержеткен соң баянды өмір сүру үшін біраз күш-жігер жұмсап, тер төгу қажеттігін түсінді. Қабыл жерден өсімдіктер мен дәмді жеміс-жидектердің өсіп шығатынын байқады да егіншілікпен айналысты. Ал Әбіл адамдардың пайдалануы үшін Аллах тағаланың шаруа малдарын жаратқанын көріп, мал шаруашылығымен айналысуға бел буды да ол қойшы болды. Осылайша қос бауыр өздері таңдаған кәсібін жасап, жайлы өмір сүре бастады. Әке арманы. Отбасы тыныштықта бақытты өмір сүріп жатты. Қабыл мен Әбіл ер жетіп азамат болды. Әрқайсысы өз алдына отбасын құруды қалап, өздерінің өмірлік жолдасының болуын армандады. Алла тағала мұндай ойды әкелерінің де көкейіне салды. Адам ата Аллахтың бұйрығымен Қабылға Әбілдің сыңарын, ал Әбілге Қабылдың сыңарын алып беруді шешкенін ұлдарына хабарлады. Сөйтіп қос бауырдың қалағандары іс жүзінде жүзеге асатын болды. Жаратылыстың бастауы болғандықтан бұдан басқа ешқандай шешім жоқ болатын. Кейіннен өз туысымен тұрмыс құруға шариғат бойынша тыйым салынды. Бұл неке әкесі көрсеткендей болып аяқталмады. Себебі Әбілге тиесілі болған Қабылдың сыңары екінші қыздан әдемірек болатын. Қабыл өзіне өмірлік жолдас ретінде өзімен бірге туылған қызды алуды қалап, айтылған ұсынысқа көнбеді. Өз сыңарының сұлулығы Қабылдың қызғаныш сезімін оятып, Әбілмен бірге туылған қызға үйленуден бас тартуына мәжбүрледі. Екі бауыр ортасындағы тартыс күшейе түсті. Әкесі не істерін білмей абдырады. Ол бұл тартыстың Аллахқа ұнамайтын бір жамандыққа алып баруынан қорықты. Әлбетте, жамандық атаулының бақытты өмір сүріп келе жатқан отбасы үшін үлкен қатер екені белгілі еді. Құрбандық. Күндер өтіп жатты. Алла тағала келіспеушілікке түскен екі бауырдың ортасына әділ үкімін шығармайынша, адам ата бұл жағдайдың шешімін таба алмаған еді. Бұл үкім бойынша Қабыл мен Әбіл Алла тағала үшін құрбандық жасауы керек еді. Алла тағала кімнің құрбандығын қабылдаса, сол таңдаған қызын алатын болады. Сөйтіп құрбандықтар шалар күнде жақын қалды. Әбіл құрбандыққа қойларының ішіндегі ең жақсысын таңдап алып келді. Ал Қабыл егіннің ішіндегі бидай көкөністерінің нашарлауын немқұрайды ала келді. Ол кезде құрбандықтың қабыл болғанын немесе болмағанын көктен түскен найзағай арқылы білетін. Егер найзағай малға түссе, Әбілдің бидай көкөністерге түсіп, оттай жалмаса, Қабылдың құрбандығының қабыл болғаны. Міне қызық, Аллах кімнің құрбандығын қабыл етті екен? Екі жігіт те Алла тағаладан құрбандығының қабыл болуын сұрап жалбарынды. Әр қайсысы арнаған құрбандықтың Алла тағала құзырында қабыл болып, бақытты шешімге ие болуынан үмітті еді. Әбіл Қабылға қарағанда табыстырақ болатын. Өйткені ол алғашқы кезде ақ Алла тағаланың әкесінің көкейіне салуымен хабар берген шешіміне ризалық білдірді. Әрі екі туыс ортасында талас басталғанда да әділ болды. Сонымен Алла тағала ізгі әрі тақуа Әбілдің құрбандығын қабыл етті. Ал Қабылдың құрбандығын қабылдамады.
Өйткені ол істеген ісін ықылассыз істеді. Әкесінің бұйрығына бағынбады және туысқанынан ажырады. Сол себепті Аллах оның құрбандығын қабыл етпеді. Арам ниет және Әбілдің жауабы. Аға мен іні құрбандықтың нәтижесін білді. Алла тағала Әбілдің құрбандығын қабылдағанын білгеннен кейін, Қабылдың көкірегінде көре алмаушылық пен өшпенділік оты пайда болды. Ол көкірегіне кек пен арам ой тиді. Сөйтіп, інісі Әбілге барып айқай салып, мен сені өлтіремін деп қорқытты. Қабыл Алла тағала жақсы көретін, армандары орындалған бақытты інісін өлтіруді көздеді. Осылайша ол жүрегіне жамандық пен жауыздықты түйіп, бірнеше күнді өткізді. Әбіл ағасы Қабылдың жаман ойын біліп, бұл істің жан пидалық пен насихат айтуды қажет ететіндігін сезді. Ағасының құрбандығының қабыл болмағанына күйініп, өкініштен жүрегі тілімделіп кетті. Ол ағасына жанашырлық танытып, «Әй бауырым, сен мені өлтіргеніңмен ешқашан бақытты бола алмайсың. Бұл іс саған ешқандай пайда бермейді. Мен сенің бақытсыз болып, өкініште қалуыңа себепші емеспін. Бәлкім, себепші өзіңсің. Ей бауырым, сен Алла тағаланың тақуа, ізгі пенделерден ғана қабыл ететінін біле тұра, бізге жол көрсеткен Алла тағалаға да, әкемізге де бағынбадың. Ал менің сенен күшім басым болса да, ешқашан сені өлтіруді қаламас едім. Өйткені мен шайтанның азғыруына еріп, жолдан адастырғаныңа көнбеймін, деді. Осылайша Әбіл ағасын көздеген арам пиғылды ойынан айныту үшін оған біраз насихат айтты. Әбілдің мерт болуы. Қабылға Әбілдің насихаты әсер етпеді және ешбір пайда бермеді. Керісінше, оның бойын ашу-ыза кернеді. Алла тағаланың екі туыстың ортасына шығарған үкімінен кейін де ол Раббысына қарсы келіп, інісіне жамандық ойлады. Әкесі де қолынан келгенінше әрекет етіп, жол көрсетіп еді. Бірақ ол әкесіне де бағынбады. Ақырында өшпенділік Қабылдың тұла бойын билеп алды. Ол інісін өлтіруге оқталды. Қабыл Әбілді басынан таспен ұрып, мерт қылды. Әбілдің өлі денесі жерге құлап, қимылсыз жатты. Қабыл өз бауырын өз қолымен өлтіріп, ішіндегі жасырын жатқан арам ниетін жүзеге асырды. Ол алдамшы сұлулыққа бой ұрып, қаншерлік қылмысқа жол ашты. Әттең, қандай өкінішті іс. Адам перзенті Қабыл жаман ниетін іске асырғанын, Әбілдің пәк денесі жансыз кейіпте жерге құлағанын түсінді. Әбіл жер бетіндегі алғашқы шахид. Ол бұл жаратылыстан ғайып болды. Бұл тіршілікте туысқандықта оны сақтап қала алмады. Әбіл өз ағасына қарсыласудан бас тартты. Керісінше, ағасын жамандықтан қайтару үшін оған насихатты айтқанды. Тіпті ол басқаларға үлгі-неге болуы үшін өзін құрбан етуге әзір болатын. Осылайша, Алла тағала ақыл мен даналықты берген, әке-шешесінде, жаратушысында риза еткен кісі бұл дүниеден өтті. Оның бұл ісі басқаларға өнеге үшін жасалған еді. Сөйтіп Қабыл інісінің жансыз денесін қалай жасыруды білмей, бір қапқа салып алып, арқалап келе жатты. Қабылдың кеудесін орны толмас өкініш күйдіре түсті. Ал Аллах тағала бұл күнәдан пәк денені сақтап қалуды қалады. Алла тағала Қабылдың алдына өлі қарғаны көтерген бір тірі қарғаны жіберді. Қарға жерге қонды да жерді қазып, өлген қарғаны жерге көмді. Бұл оқиға Қабылдың көз алдында жүзеге асты. Мұны көрген Қабылдың қайғы қасіреті мен өкініші одан бетер артты. Сонда қарғаның білгенінің оның білгенінен көп болғаны ма? Қабыл, мен бұл қарға құрлы бола алмадым ба? Деп жүрегі езіліп, даусы дірілдеп жылай берді. Байғұс әке күнәһар әрі қызғаншақ бауырына насихат айтып, өз міндетін орындаған баласы үшін ұзақ қайғырды. Алла тағала бұл оқиғаның барша адамзат үшін алғашқы сабақ болуын қалады. Барлық адам Алла тағаланың тақуа пенделердің ғана амалын қабыл ететін біліп қойған абзал. Әрбір мүмін пенде надандарға насихат айтып, жол көрсетуге міндетті. Иманды жандар басқалардың қинағанына, қорқытқанына шыдамдылық танытып, сабырлы болуы, әрі хақ жолды білмейтін кәпірлерді тура жолға салу мақсатында ізгі амалдар жасау керек.
Бұл хикая Құран кәрімнің Маида сүресінің 27-31 аяттарында баяндалады. Бұл екі туыстың хикаясынан үлгі-өнеге алайық.